Қайырлы күн достар, баршаңызға сәлем. Бүгінгі пісіретін тағамыз, яғни жаңа жылға бисквитті торт. Ол өте оңай дайындалатын торт. Оның құрамына 200 грамм ұн, 200 грамм қант, 6 жұмыртқа, 400 грамм қаймақ, сахарный пудра, сосын яғни сахар қанттың ұнтағы керек. Сосын жаңғақ, жаңа жиде, мандарин сондайларды қосатын боламыз безендіру түрінде. Қазір ары қарай жасау барыстарын көрсететін боламыз. Кремін бір бөлек жасаймыз, бисквитін бөлек пісіреміз, бөлек жасап. Мінекей достар, ыдысымызға 6 жұмыртқаны жағып алдық. Енді үстіне 200 грамм қантымызды себелеп әбден 2-3 есе ұлғайғанша мынандай аппараттың күшімен, көмегімен, яғни бір 15-20 минутқа араластырып аламыз. Барлығын араластырып болған соң көтерілген күйін көрсететін боламыз. Мінекей достар, бисквитті торттың жаңағы көтерілуі дайын болды. Аппараттың көмегімен 2-3 есе ұлғайтып алдық. 15-20 минуттай араластырып. Енді ұнды себелеп 3-4 мәрте жұқа қылып өзіміздің таяғымызбен араластырып аламыз. Бірден салуға болмайды ұнды. Осылай салып, астын үстіне қарай араластырамыз. Мінекей достар, кереметті бисквит тортымыз торттың ыдысына құйдық. Енді 180-200 градустың аралығында пешке алдына 5 минут, 10 минутпен қыздырып қойғанбыз біз. Бәріңізді қыздырып қойыңыздар. Осыны пешке салып аламыз 20-30 минутқа. Мінекей достар, бисквитіміз пісіп дайын болды. Біз ыдысымыз кішкентай болғасын, кішкентайлау болып, ортасына бір бөлеміз. Өздеріңіз үлкендеу болып істеп, ыдыстарын үлкенге салып, 2-3-ке бөлсеңіздер болады. Біз ортасына бөліп, қазір суытып қоямыз. Оған дейін кремін дайындап аламыз. Сосын кремін жағып, барлығын безендіріп көрсететін боламыз. Мінекей достар, 400 грамм қаймағымызға бір сахарный пудра, яғни 50 грамм, мінекей. Соның бәрін саламыз. 3 ас қасықтай негізінде сахарный пудра барлығын салып, тағы да 5 минуттай араластырып кремін дайындайтын боламыз. Яғни блендердің көмегімен араластырып тастаймыз. Достар, мінекей ортасını 2-ке бөлдік. Аппақ әдемі піскен кремін жаңа дайындап болдық. Мінекей осының бәрін салып жағып, үстіне салып, үстін жағып, жан-жағын бәрін жағып, үстін безендіреміз. Дайын болғасын көрсететін боламыз. Достар, мінекей дайын болды бисквитті тортымыз жаңа жылға. Қазір біз шай ішетін боламыз. Ішінен дәмі тәтті екені көрініп тұр. Жақсылап безендірдік. Достар, видео ұнаған болса, бізге лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып тіркеліп қойыңыздар. Сіздердің арқаңызда біздің канал дамиды. Мінекей осы тортымызды жаңа жылға қазір шай ішетін боламыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.